және оның қасиеттері. Трапецияны сызар кезде үлкен табанын, кіші табанын сызып алып, бүйір қабырғалары қоса салыңыз. Енді трапеция дегеніміз не? Трапеция дегеніміз табан қабырғалары параллель болып келетін, бүйір қабырғалары көлбеу болып келетін төртбұрышты біз сендерге барынша түсінікті тілде түсіндіріп жатырмын, анықтама емес. Сендер қазір анықтама жазыңдар. Көлбеу болып келетін, көлбеу деген сөз не? Қисық деген сөз. Көлбеу болып келетін төртбұрышты біз трапеция деп атайды екенбіз. Трапецияның элементтері екі табаннан, екі көлбеу бүйір қабырғасынан тұрады екен. Біреуі кіші табан, екіншісі үлкен табан. Кіші табанды А қабырғасы, үлкен табанды Б қабырғасы деп белгілеуге болады. Төртбұрыш болғандықтан ішкі бұрыштардың қосындысы қанша болады? 360. Байқасаңдар, екі доғал бұрышы бар, екі сүйір бұрышы бар екен. Сонымен қатар берілген трапецияның орта сызығы деген қазір теорема жазыңдар, орта сызығына қатысты. Ол деген сөз не? Бүйір қабырғаларының дәл ортасынан нүктені белгілеп қосатын болса, бізде трапецияның орта сызығы пайда болады екен. Мысалы, EN-ді табу үшін біз табандарын қосып, екіге бөлсек жеткілікті. Бұл не деп аталынады екен? Трапецияның орта сызығы. Демек, бұл не? Формула. Мысалы, үлкен табаны 10, кіші табаны 6, орта сызығы қанша? 8. Екеуін қосып қаншаға бөлеміз, Нұрислам? 2-ге бөледі екенбіз. Яғни мына орта сызығы бұл. Енді келесі берілген трапецияның биіктіктеріне қатысты айтайықшы. Биіктіктері. Трапецияға екі биіктік түсірілді. Төбесінен биіктік деген қалай түседі? Тік бұрыш жасап түседі, 90 градус жасап түседі. Мысалы, DH, CH1 дейік. DH пен CH1 бір-біріне тең. Демек, тең. Ол және нені құрайды? H1, H2-ні құрайды екен. H дегеніміз бізде не? Биіктік екен. Түсінікті ғой. Енді трапецияның өзіне тән түрлері бар. Егер де бүйір қабырғалары тең болса, оған қандай атау береді екен біз? Тең бүйірлі. Демек, мынамен мынау тең деп жатырмын, демек, А-ға тең С-в болғандықтан ол не екен? Тең бүйірлі трапеция екен. Трапецияны біз қандай трапеция деп атаймыз? Тік бұрышты трапеция. Яғни себебі ДА мен АВ бір-біріне қандай? Перпендикуляр. Сондықтан ол трапеция қалай аталады екен? Тік бұрышты